Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар, оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз 4-ші сұрақтан бастап талдаймыз. Өткен сабақта есімізге түсірсек, біз 3 сұрақ талдаған болатынбыз. Қазір біз нешінші сұрақ? Әрине, 4-ші сұрақтан бастаймыз. 4-ші сұрақ. Баклажанның маңызы. Баклажан дегеніміз не балар? Ол қандай тұқымдасқа жатады деп ойлайсыңдар? Әрине, баклажан жабық тұқымдылар, оның ішіндегі қос жарнақтылар, оның ішіндегі қандай тұқымдас? Әрине, алқа тұқымдасына жатады. Алқа тұқымдасын кіріккен күлтелілер тұқымдасы деп те атайды. Неге десеңдер, оларда кіріккен 5 күлте 5 тостағанша болады. Алқа тұқымдасына жататын өсімдіктерді анықтап көрейікші, мүмкін естеріңе түсіретін шығарсыңдар. Бұл кейбір кезде жеке сұрақ болып та келеді. Алқа тұқымдасына жататын өсімдіктер. Сонымен алқа тұқымдасына қандай өсімдіктер жатады? Ол алқа тұқымдасына жататын өсімдіктер. Бізден сұрап тұрған баклажан, қызанақ, меңдуана, сасық меңдуана, болгар бұрышы, картоп, бұлардың барлықтары алқа тұқымдастарының өсімдіктері. Ендеше бізден сұрап тұрған нәрсе баклажан туралы. Баклажан алқа тұқымдасына жатады дедік. Баклажанның маңызы дистракторларында былай дейді: бауыр ауруын емдеуге пайдаланады. Міне, дұрыс нұсқасы осы. Қане жазайын. Бауыр ауруын емдеуге пайдаланады. Балалар, баклажанда бауыр ауруын емдеуге ғана пайдаланбайды, тағы да оны қанның құрамындағы зиянды түзіліс холестериннің мөлшерін азайту үшін де қолданады. Сондықтан біз былай дейік, холестеринді мөлшерін азайту үшін қолданады. Сонымен, бізде дұрыс нұсқасы бауыр ауруын емдеуге пайдаланады. Енді басқа нұсқаларында оқып көрейік балар. Топырақтан бос азотты сіңіреді? Жоқ. Мата бояйтын бояу алынады? Жоқ. Фитонцид бөледі. Фитонцид бөлетін өсімдіктерді білеміз ғой, ол сарымсақ, пияз, қарағай? Жоқ. Эфир май алынады? Жоқ, бұл нұсқада дұрыс емес. Сонда бізге берілген нұсқалардың ішінде міне дұрысы бауыр ауруын емдеуге пайдаланады. 5-ші сұрақ. Минералды тұздар көп болады. Минералды тұздар қай жерде көп болады дейді? Қан жасушасында, бұлшық ет жасушасында, сүйек жасушаларында, жүйке жасушасында, эпителий жасушаларында. Енді бұл жерде мен бір ғана нұсқаны айтқым кеп тұр. Дұрысы сүйек жасушаларында. Сүйек, минералды тұздар, сүйек жасушаларында. Есімізге түсірейікші, сүйек неден тұратын еді? Органикалық заттардан, бейорганикалық заттардан. Сонда сүйек жасушаларында бейорганикалық заттар дегеніміз ол бағанағы айтқан минералды заттар. Сүйектің жасушаларында балар
Осы минералды заттар көп болады, микроэлементтер көп болады, сондықтан сүйекте сүйек зат алмасуға қатысады. Есімізге тағы да түсірейік, органикалық заттар сүйекке не береді? Серпімділік, эластикалық, иілгіштік қасиет береді. Серпімділік, иілгіштік, эластикалық. Ал бейорганикалық заттар ше, ол беріктік, мықтылық қасиет беретін. Есімізде бар ма? Сонда 5-ші сұрақ, минералды тұздар көп болады. Қай жерде балар? Сүйек жасушаларында көп болады. Келесі, 6-шы сұрақ. Түрі өзгерген жер асты өркен. Балар қандай түр өзгерісті сұрап тұр? Біз жапырақтың түр өзгерісін, тамырдың түр өзгерісін, сабақтың түр өзгерістерін өткенбіз. Естеріңе түсті ме? Ендеше бұл жерде бізде сұрап тұр, түр өзгерген жер асты өркен болса, сабақтың түр өзгерістерін сұрап тұр. Сабақтың түр өзгерістері. Сабақтың түр өзгерістерін біз екіге бөлеміз. Бірінші, бұл сабақтың түр өзгерістерін екіге бөлдік дедік. Бірінші, түрін өзгерткен жер үсті сабақтары. Түрі өзгерген жер үсті сабақтары. Ал екінші қандай болады? Ол түрі өзгерген жер асты өркендері. Жер асты өркендері. Ал енді түрі өзгерген жер асты өркендері үшеу. Бұлар тамыр сабақ, пиязшық, түйнек. Сонда түрі өзгерген жер асты өркендеріне нешеу жатады екен? Тамыр сабақ, пиязшық, түйнек. Үшеу жатады. Ал сонда түрі өзгерген жер үсті сабақтарына не жатады деген сұрақ туады. Бұларға сояулар, және шырынды сабақ. Ал бізде 6-шы сұрақта қандай сұрақ сұрап тұр? 6-шы сұрақта сұрап тұрған нәрсе түрі өзгерген жер асты өркен дейді. Енді осы жауап нұсқаларын оқиын, жауап нұсқаларында осы үшеуінің қайсысы бар екен қарайық. Бірінші, тікен. Балар, тікен дегеніміз түрін өзгерткен жапырақ. Тікенді көріп тұрған жоқпыз. Жем тамыр. Жем тамыр дегеніміз ол түрін өзгерткен тамыр. Қызылша, сәбіз, есімізге түсті ғой, Пиязшық. Міне, жауап қандай болды? Пиязшық болды. Ары қарай оқиық. Сояу. Сояу түрін өзгерткен жер үсті сабақ. Міне, бұл дұрыс жауап емес. Бізге жер астын сұрап тұр. Одан кейін мұртша. Мұртша дегеніміз түрін өзгерткен жапырақ. Сонда бұл сұрақтың жауабы не болды? Пиязшық болды. Келесі, 7-ші сұрақ.
Мал азығына пайдаланатын бұршақ тұқымдас өсімдік. Балар, бұл бұршақ тұқымдас өсімдік мал азығына пайдаланатын. Негізі бұршақ тұқымдас өсімдіктердің өзінің ерекшеліктері бар. Бұл бұршақ тұқымдас өсімдік түйнек бактериялармен селбесіп өмір сүреді. Және екінші ерекшелігі, бұл өсімдіктерде нәруыз көп. Үшінші ерекшелігі, бұлардың гүлдерінің, күлтелерінің атаулары бар. Желкен, қайықша, ескек деген атаулары бар, күлтелері бар. Ал енді бұл жерде бізге мал азығына пайдаланатын деп тұр. Енді жауап нұсқаларын оқиын. Үрме бұршақ, фасоль, ол тағамдық. Ас бұршақ, горох, ол тағамдық. Жер жаңғақ, арахис, ол тағамдық. Соя, ол тағамдық. Ал сонда бізге мал азығына пайдаланатын бұршақ тұқымдас өсімдік бұл жерде жантақ. Жантақ. Сонда дұрыс нұсқасы қандай болды? Жантақ болды. Міне балалар, біз бүгін 4 нұсқаны, 4 сұрақты талдадық. Сендерге бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.